Құрметті біздің оқырмандарымыз және демалушыларымыз, бүгін сіздермен Жаннұр шипажайы туралы қысқаша түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Ішке жүріңіздер. Бұл біздің шипажайдың тіркеу бөлімі, яғни келген демалушы алдымен Жаннұр шипажайының ресепшніне келіп тіркеуден өтеді. Бұл жерде тіркеуден демалушының өз қалауы бойынша номер беріледі. Сол номерге демалушыны кіргізіп жайғастырамыз. Демалушы номерге кіріп жайғасып болғаннан кейін біздің Жаннұр шипажайының бас дәрігері кіріп өзінің қандай ем-дом қабылдайтынын, қандай өзінің сұрақтары бар екенін қойып, жалпы ем-дом қабылдау қағазын алады. Сол ем-дом қағазын алғаннан кейін біздің медбикелер жұмысты ары қарап жүргізеді, яғни емнің барлығын реттеп, ем қабылдауды бастайды. Енді біздің шипажайдың бас дәрігері Шарифа Шалғыновна менен сұхбат жасаймыз. Шарифа Шалғыновна, біз қандай ем-дом жасай аламыз біздің демалушыларымызға, және қандай ауруларды емдей аламыз, сол туралы айтып өтсеңіз. Біз қазір Сарыағаш ауданының әлемге әйгілі Сарыағаш минеральный су шығатын жерде тұрмыз. Жаннұр санаториясы именно сол минеральный су шығатын жердің жанында. Енді емнің бәрі сол суға байланысты. Сарыағаштың суы әлемге әйгілі. Судың составы, құрамы өте жұмсақ. Орысшалап айтқанда щелочная с минералами. Ол денедегі қышқылдану процесті басады екен. Жылына бір рет, кемінде 2 рет келіп кеткен демалушылар асқазан, өт, асқазанның жарасы, 12 шектің жарасы, өт ауруларын, бүйрек ауруларын, бүйректегі құмдарды, даже кішкене тастар болса, осы судың арқасында ол түседі. Суды ішкіземіз режиммен, сағатыменен, сол сағатыменен дәрігердің назначениесі бойынша ішсе, даже құмдар, тастар түседі бүйректегі. Одан да басқа аурулар, сахарный диабет, остеохондрозы, буын аурулары, оларға да бұл су өте жақсы әсер етеді. Аралай, қаланы аралай, жүрейік уақытқа қарамай. Керексің сен маған ауадай, адамға қауадай. Жүрші қалқам серуендеп қайтайық, біз туралы үйімізге айтайық. Мен ойлаймама, сол аруды ғана, сыйлаймын күндерімді, гүлдерімді лала. Арамызда драма, кейде мелодрама, шын ғашықтар неліктен қосылмай деген. Түсінгенім махаббат осындай мекен. Чики, seni seviyorum, seni özlüyorum. Çok, Çiki, seni seviyorum, seni özlüyorum. Yok. Сезімің барда, сен мені таңда, екеуміз айналайық ханшайым мен ханға.